қалай болып жатыр, не болып жатыр, неге солай деген сияқты. Но нақты жауап болмай жатыр. Нақты жауап болмай жатыр. Мен қалай сенімен таныстық үстінде бола тұра басқа біреумен таныса аламын? Жоқ, мен айтсайыншы, Альмира ханым, Айдана, онда Даниярға просто скажи, моя ошибка в том, то, что я приняла эти цветы, осы гүлді алғаным үшін кешір, мен Алмазбен таныспайын деп айт, болды, осымен шешіледі сендердің әңгімелер. Дәл солай. Жоқ, мәселе бұдай емес. Кезінде енді таныстық болған кезде, бастапқыда, қалай басталды таныстық. Сол кезде сен сторисіңе жаңағы гүл берді ғой, сол кезде Алмастың темасы шыққан тұғын осы жерде. Сол кезден бастап уже осы уақытқа дейін жеткенде сен уже шешіп тастайды едің. Данияр, сен ер азаматсың ғой, соның барын қолың алып, Айданаға конкретно сен түсіндіріп, жеке түсіндіруің керек еді. Және де мен қыз баласы ретінде негізі Айдананы қазір мына жерде түсініп отырмын да. Отдача қалай болды? Бастапқыда Алмастан келді, гүл жібереді, саған деген вниманиясы көп. Ал Данияр не дейді? Данияр только сөзбен. Мен осындай, сені жақсы көремін, болды. Только сөзбен ғана айтады, ал Алмас іспен. Содан кезде ойлап қаласың ғой, логично уже. Мыняқта іспен дәлелеп жатыр, мыняқта сөзбен лапша іліп жатыр деген сияқты ғой. Сол үшін де мен айтқым келеді да, Айдана, егер жүрегіңді тыңда дегім келеді да, жүрегің не дейді, сол нәрсемен алдыға қарай ұмтыл дегім келеді. Негізі осы орай айта кетейінші, Хадиша қарындасым ғой, замандасым. Негізі Хадиша, сен айтып жатсың ғой, сен баяғыда шешіп тастайтын едің деп. Айдана прекрасно біледі, мен бір айтамын, болды, мен екі қайталамаймын, бұл кісі жақсы біледі, мен бір айтқаннан кейін бұл тыңдайды. Және де біз таныстық болған кезде сен де сол сұрақты сен қойған болатынсың. Сол кезде мен айтқанмын, сторис қажет емес дегенде бұл хорошо деген. Содан кейін бұның бір ауыз сөзіне мен сендім. Понимаешь? Мен оны қайтадан зерттеп, қайтадан біліп, зачем у меня своих дел? Енді қазір қайтадан Алмастың темасы қозғалып жатыр ғой, дұрыс па, Данияр? Саған егер осы отношение керек болса, сен давно шешіп тастар едің. Осы жерде біз білесің ба, қанша 6 эфир сендердің мыжыма әңгімелеріңді, именно сенің мыжыма әңгімелеріңді осы жерде естігеніміз әлі есімде. Егер де сен ер азамат болып, кішкене сол 6 эфир емес, бір эфирде точкасын қоятын сен өзің едің да, Айдана емес. Не үшін сен Айданадан шақ күттің сол кезде? И Диана ханымның қасында отырған кезде сен Айданадан требовать еттің. Сен мені жақсы көресің ба деп айтасың ба, айтпайсың ба деген сияқты. Сен емессің ба ер азамат? Істейсің ба? Істе, істемейсің ба? Кет ана орнынан. Айналайын деймін да, не деген дауыс, ақыл деймін да. Бағынан бері осы пікірлердің барлығын естіп отырмын. Ізбасардың біраз пікірін естідім, Сұлтанның да біраз пікірін естідім, бірақ Айдана бір нәрсені әлі де мойындай алмай отыр. Альмира ханым. Айдана. Нені, Альмира ханым? Екі жігіттің біреуін таңдай алмай жүргеніңіз бұрыннан. Мен не үшін екен айтсам бола ма соны? Қазір 1 минут бола ма? Альмира ханым, мен сен түсінбедім. Жаңа сіз айтып жатсыз, екі жаңағы андай мында, екі жігіт деген екен, сен егерде мені серьезно жақсы көрсең, сен не ойланып қалдың? Мен саған, кім? Айдана. Мен саған тағы да айтам, бас кетірме, прямой эфир болып жатыр. Маған да ұнамай отыр, саған да ұнамай деген ойдамын. Дәл қазір микрофонды аласың, осы жерде айтасың. Мен саған тағы да айтам, бас кетірме, ашуыма тиме. Дәл осы жерде айтасың. Мои тоже родители смотрят. Сен камераға қарап айтасың. Айтпадың сен. Сен айтасың камераға, айтасың. Это другая тема. Я тебе еще раз говорю, бас кетірме, камераға айтасың, Алмас все деп. Құрметті көрермен, бізде жарнамадан кейін бұл мәселенің нүктесін бірге қояйық.